Қайырлы кеш, қарымдар мен мырзалар. Бүгінгі ерекше кешке қош келіпсіздер. Бұл кеште мен сіздер үшін 6 жыл бойы айналыспаған жұмыспен шұғылданамын. Сіздерге таныстырғалы отырған жаңа жүйе бір кездері Вей компаниясы ұсынған бағдарламасы бойынша бизнесті дамытудың ең тиімді жолын қарастыратын бейне бағдарлама өз кәсібіңнің негізін қалайтын 8 қағида деп аталады. Мен алғаш рет бұл бейне бағдарламаның түсірілімін 6 жыл бұрын жасадым. Осы 6 жыл ішінде жаһандық нарықта біздің айналысатын ісімізде, компаниямызда желілік маркетингке өте көп өзгеріс болды. Біз бұл өңделген бейне бағдарламаны өз кәсібіңнің негізін қалайтын 8 қағида деп атадық. Осы кәсіпті бастаған 8 жыл ішінде Квестнет және Вей компанияларында жүріп өз кәсібін бастап отырғандардың желілік маркетинг жөнінде жеткілікті дәрежеде білімдері мен нақты түсініктері болмағандығын байқадым. Адамдар негізінде өз ойларынша көп нәрсені білетін сияқты болады. Олар ешкіммен кеңеспей қолына түскен кез келген кітапты оқи береді. Сөйтеді де кенеттен олар өздерін желілік маркетинг жөніндегі көп нәрсе білетін адамдардай сезінеді. Соңғы 8 жыл ішінде менің түсінгенім, желілік маркетингтен тыс дүниелерді терең білудің ешбір қажеті жоқ. Менің сіздерге және білім алып жатқан өз тобым айтарым. Болашақ осы негізгі 8 қағидадан тұрады. Бизнестің негізгі қағидасы бүкіл әлемде, оның ішіне Исландия, Иран, Оңтүстік Африка, Малайзия елдерінде қолданылған. Бұл бағдарламаны DVD плеерге қойып тыңдаған соң өзіңізді, өз жұмысын қалай бастау керектігін білетін адамдай сезінесіз. Бизнестің 8 қағидасын оқыту мына мүмкіншіліктерге негізделген. Сіз осы бағдарламаны оқыған соң өзіңізде осы бағдарлама арқылы өзгелерді оқыта аласыз. Бұл үшін сіздің ғылым докторы болуыңыз міндетті емес. Мен өзімнің ақылым шамалы екендігін білемін. Сіздің де мен ақылды болуыңыз шарт емес. Бұл бағдарламаның ерекшелігі өте жеңіл айтылуы мен қабылдануында. Бүгін сіз осыны экраннан көріп, ертең өзіңіз шақырған адамға кофе ішіп отырып, қағазға сызып көрсете алатын мүмкіндікке ие боласыз. Біздің бизнес сөйлей білу қағидасына негізделген. Бұл бағдарламаны сізден төменгі лидерге сөйлеп жеткізе алу мүмкін болмаса, онда бұл бағдарламаның өте үлкен кемшілігі болып табылады. Кейде көптеген адамдар алдамшы ойға беріліп жатады. Неғұрлым көп оқыған сайын шабыттана түсетіндей көрінеді. Менікі дұрыс па? Мынау жаңаша көзқарас екен. Мен бұл жөнінде ешқашан естімеген екенмін деп таңданып жатады. Естеріңізде болсын, осы дәрісте отырған кезде сіздердің өздеріңізге қоятын ең басты сұрақтарыңыз: мен үйге барып, ертең осыны істей аламын ба? Егер жоқ деген жауап болса, бұл сабақтың ешқандай әдістемелік әсері болмағандығы. Себебі мұны сіздер өзіңізден төмен тұрған лидерлерге айтуға болмайды. Ал менің ұстазым Виджей мырза маған былай дейтін: Патман, желілік маркетинг тек қана Патманнан құралмауы тиіс. Желілік маркетинг тек қана Патманнан құралмауы тиіс. Желілік бизнес мыңдаған Патмандардан тұру керек. Себебі Патманның өзі зейнетке ойланбай кету үшін. Айтқаным түсініп отырсыздар ма? Яғни сіз өзіңіз жайбарақат зейнетке шығуыңыз үшін өздеріңізден төмен тұратын мыңдаған лидерлерді дайындауыңыз керек. Олай болмаған жағдайда желілік маркетинг сіз үшін мәңгілік толық штаттағы жұмыс болып қала береді. Осы жерде мынадай сауал туындайды: тек қана жеңіл сөйлей отырып, өзіңізден төмен тұратын мыңдаған лидерлерді қалай дайындауға болады? Соңғы 8 жыл ішінде маған бизнесті құрудың негізгі жөнінде көптеген оң көзқарастағы ұсыныстар айтылды. Оны көптеген адамдар қолданды. Бұл жүйенің өте тиімді болғандығына қуанамын. Вей компаниясында бұл жүйені қайта қолдану керектігін байқадық. Ендеше бар көңілдеріңізді маған аударып, менімен бірге желілік маркетингтің ең жеңіл түсіндірілетін жүйесін меңгеріңіздер. Бұл жүйені сіздер осы салада күнделікті өміріңізде қолдана аласыздар. Бизнесті құрудың бірінші қағидасы әрқашан қарама-қайшылықтан тұрады. Өйткені бұл адамдар өміріндегі ең сезімтал саланың жанды жеріне дөп тиеді. Өздеріңіз білетіндей, нөмірі бірінші бизнесті қалыптастырудың негізі арман деп аталады. Ол арман себеп, қол жетпес себеп, сіздің қиялыңыз деп аталады. Осы сөздердің барлығы арман сөзінен кейін, осы арман сөзін жасыру үшін қолданылады. Осы арман себеп, жеңе алмайтын себеп, сіздің қиялыңыз сөздерін ойлап табуға не себеп болды?
Өйткені қоғам және адамдар арман жайында сөз қозғағанда өздерін ыңғайсыз сезінеді. Тіпті менің өзімде алғашқы фильмді түсіргенде арман жайлы айтып жатқанымда өзімді ыңғайсыз сезіндім. Бұл жағдай бәрінің де басынан өтеді. Мұны не үшін айтып жатырмын? Өйткені бұл фильм бүкіл әлемге тарайды. Сондықтан арман жайлы әңгіме қозғағанда абай болуым керек. Алайда мен өзімнің тәсілімді өзгерттім. Мен сізге мынаны айтайын. Егер сіз нөмірі бірінші бизнестің негізін нақты түсіне білмесеңіз, егер сізбен ой бөлісетін адамдардың осы тақырып аясында нақты пікірі болмаса, онда осы кәсіпте сәтсіздікке ұшырауыңыз әбден мүмкін. Сіз басқа кез келген кәсіпте сарапшы болуыңыз мүмкін. Желілік маркетингтің басқа саласының сарапшы болуыңыз да мүмкін. Сіз сахнадағы ең үздік шешен болуыңыз да мүмкін. Немесе өзіңіздің компанияңыздың ең үздік сатушысы болуыңыз мүмкін. Алайда, осы жағдайлардың барлығында нөмірі бірінші бизнесті құрудың негізін білмей ешқандай тиімділігі болмайды. Осы жөнінде ойланыңыз. Осы жөнінде әңгімелесіңіз. Нөмірі бірінші бизнесті құрудың негізі неде жатыр? Ол әлемдегі көпшілік адамдар ұмытып кеткен сөз арман деп аталады. Көптеген адамдар жұмысына барады, жұмысын істейді, алайда арман жайлы ойлауға уақыты жоқ. Сіз өзіңіз тәжірибе жүргізсеңіз болады. Көшеге шығып адамдардан сіздің арманыңыз не деп сұраңызшы. Ол адам сізге жауап бере алмайды. Немесе ол сізге үлкен үй, жақсы машина, жақсы өмір деген сияқты жұрттың құлағына үйреншікті болған сөздерді айтады. Ал сізбен біз сіздің іс-әрекетіңізсіз мағынасы жоқ арман жөнінде айтып отырмыз. Сіз желілік маркетингке өте жақсы құлшыныспен жұмыс істей отырып арманшыл болуыңыз, армандай алмауыңыз мүмкін. Сөйтіп, осы кәсіпте жетістікке жетпеуіңіз мүмкін. Ал сіз арманшыл болсаңыз, сізге жұрттың бәрі қарсы болса да жетістікке жете аласыз. Сіздерге айтқым келіп отырғаны, мен кітап жазатын болсам, оның атын міндетті түрде қарапайым адамның арманы болады деп атамақпын. Я, шынымен де кітаптың атын дәл осылай қарапайым адамның арманы болады деп атағым келеді. Қарапайым адамның арманы болады. Осы нәрсе сіздің кәсібіңіздің алға басуына көмегін береді. Өз кәсібіңіздің өркендеуі үшін басты назарда болатын нәрсе осы, яғни арман деп аталатын тұжырым. Енді осыған тоқтала кетейік. Бір сәт шегініс жасап, өз өміріңіздегі есею кезеңіңізді есіңізге алсаңызшы. Әрбір баланың өз арманы болады. Арманы жоқ бала болмайды. Осымен келісесіз ғой. Біз бала кезімізде мен мынаны қалаймын, маған анау керек, мынау керек дейміз. Өскенде мен мынандай адам боламын, өскенде мынандай машина аламын, мынадай әдемі үй саламын деп теледидардан көрген барлық жақсыны алғыңыз келеді. Дұрыс емес пе? Мұның бәрі сіздің санаңыздың пәктігі мен тазалығынан. Баланың ойы әлі шындықтың қандай болатынын білмейді. Сіз барлығын істеймін деп ойлайсыз. Сіз өзіңіздің ұша алатыныңызға да сенесіз. Келісесіз бе? Алайда сіз 40 жыл жұмыс істеп, бір жаққа ұшып бару үшін өз есебіңізден билет алуға да шамаңыз жоқ екендігін белгілі болады. Сонда сол бала есейген шағында не болды? Олар жұмыс деп аталатын шындықтың ықпалына тап болады. Ол шындықта адамдар өмір сүру үшін айлықтан айлыққа жетіп, шыдап күн кешеді. Адамдар өздерінің жас күніндегі барлық армандарын ұмытып кетеді. Мен үшін ең өкініштісі осы. Барлық күш-жігер мен мүмкіндігін тауысып, армандауға шамасы келмей қалған адамды көру ең өкінішті жағдай. Менің сіздерге айтарым, осы кәсіппен айналысқан сәттен бастап, маған күш-жігер берген де осы арман. Мен армандаудан жалыққан емеспін. Неліктен? Өз кәсібін дамытудың ең бірінші қағидасы арман деп аталады. Себебі осы арман болмай кейінгі 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8-ші қағидаларды орындаудың пайдасы жоқ. Осы арман жайында 3 сағаттық бағдарлама жасай алмағаным өкінішті. Мүмкін келесі бағдарламада осыны қолға алармын. Сіздер менімен біргесіздер ме? Иә, сонымен арман дегеніміз не? Нақты қол жетпес себеп. Бұл не? Бұл сіздің ерекше қалауыңыз. Осыған қол жеткізу үшін сіз барыңызды бересіз. Бұл сіздің ойыңызда тәулігіне 24 сағат бойы болатын нәрсе. Сіздің миыңызда әрбір секунд сайын мазалайтын нәрсе. Түсініп отырсыз ба? Мен сізге бұл Феррари деп айтпаймын. Мен сізге бұл Малибудегі сәулетті үй деп те айтпаймын. Бұл Европаға саяхат секілді қарапайым ғана нәрсе болуы мүмкін. Немесе өзіңізде жоқ баспана сатып алу секілді қарапайым ғана дүние болуы мүмкін. Болмаса балаңызды ең жақсы мектепке берсем деген ойда болуы мүмкін. Мәселе онда емес. Мәселе сіз осы ойлаған арманыңызды іске асыра алмайтындығыңызда, сенбейтіндігіңізде. Мәселен, менің өзімді алайық.
Мен өзімнің арманым Феррари деп жазғанмын. Алайда осы Ферраридің құны $500.000 тұрады. Осы Феррариді сатып алу үшін мен банктен осыншама ақшаны несиеге алуым керек. Оңай емес. Бұл жатқан бір үлкен қиындық. Міне мәселе осында жатыр. Сіздер сенуден қалғансыздар. Және де бизнесті дамытудың бірінші қағидасын біз талап еткен соң ғана білмеңіз. Мұны өзіңіздің арманыңыз не екендігін білу үшін өтуіңіз керек. Шын мәнінде де армандар әртүрлі категорияларға бөлінеді. Сіздің бизнесте жетемін деген нақты мақсатыңыз бар. Бірінші шек, екінші шек, үшінші шек, төртінші шек. Бірақ бұдан басқа сізде мынадай машина мінсем, мына жерде тұрсам деген өмір жайлы арманыңыз бар. Сонымен қатар, мен өмірде кім болам дегенде арман бар. Мен бұл жөнде өткен бағдарламада айтқан жоқпын. Мысалы, менің қазіргі арманым Патман 5 жылдан кейін кім болғысы келеді? Ол жаһандық деңгейдегі ұстаз бола ала ма? Ол тағы да көп адамдардың өмірін өзгерте ала ма? Ол Виджей мырзаның ойлаған жоспарын бұдан жоғары деңгейге шығара алады ма? Не айтпағымды түсініп отырсыздар ма? Егерде мұқият назар аударар болсаңыздар, арман бірнеше категорияларға бөлінеді. Сіздің кәсібіңіздегі нөмірі бірінші нәрсе осы. Осы нәрсе шешуші роль атқарады. Сіз қайда бара жатқаныңызды білмей тұрып, ештеңені бастай алмайсыз. Менің сіздерге айтарым, Квестленд пен Ви аталмыш индустрияның Феррарилері. Біз сіздерге Феррари беріп жатырмыз. Сіз бақыттысыз ба? Бірақ сіз неге бара жатқаныңызды білмейсіз. Сіздер не үшін талпынып жатқаныңызды да білмейсіздер. Яғни көпшілігіңіз Феррари жөнінде тыңдап, радио қабылдағыш арқылы музыка естіп отырсыздар. Егер сіз қайда бағыт алып бара жатқаныңызды білмесеңіз, сізге Ферраридің қажеті қанша? Феррариде көлік міну үшін қайда баратыныңызды, неге баратыныңызды, бағыт алған пунктіңізді білуіңіз керек. Сіздің алған бағытыңыз бен мақсатыңыз мөлдір судай таза анық болуы керек. Сізде Квестленд бар, Ви бар. Сіз өзіңізге осыдан не алғың келеді? $250 ма? Бірінші аптада $250-350 ма? Білмеймін. Осылай болуы мүмкін. Бірінші айда 250 ма? Бұл да мүмкін. Бірінші күні $250 ма? Мұндай жағдайлар да болды. Яғни осылай істеуге болады. Түсінесіздер ме? Қайда жазарыңызды білмеймін. Қаласаңыз айнаға жазыңыз. Немесе өзіңіз үнемі көріп жүру үшін маңдайыңызға жазыңыз. Бірақ көлігіңіздің алдыңғы терезесіне жазбаңыз. Өйтсеңіз апатқа ұшырауыңыз мүмкін. Бірақ өзіңіздің арманыңыз жайында табыс табу жөніндегі жоспарыңыз бен мақсатыңызды барлық жерге жазып қоюыңызға болады. Бұл жасалуы тиіс бірінші нәрсе. Жазғыңыз келмейтін зат жөнінде ешқашан айтпаңыз. Адамның табиғаты өз айтқан нәрсені ұмытып кетуге бейім тұрады. Ал айтқан нәрсені жазып қойған адамдардың көбісі ұмытшақ болмайды. Егер сізде бір қағазға жазып қойып, оған киелі заттай қарап, осы бизнесте жетем деген арманыңыз бен мақсатыңыз болмаса, онда сізде өз арманыңның мәні неде деген нақты айқындайтын түсінік жоқ. Осы жөнінде ойлаңыз. Бұл қисынға қонымды нәрсе. Егер сіз осы кәсіпті таңдап, өзіңізден жоғары тұрған лидеріңіз бен амалдың жоқтығынан бірге отырып, сіздің не армандайтыныңызды жазатын болсаңыз, сіз бұл кәсіпке қалай байыппен қарай аласыз? Әлі есімде, бірнеше жыл бұрын мен басқа бизнесте жұмыс істедім. Мені сонда алып келген әйел өте талантты қыз болатын. Ол маған, мен іскерлік қабілетіңді шыңдау үшін мықты мүмкіндік бермекпін деді. Мен студент болатынмын, жақсы дедім. Бірақ ол, Патман, сен бірінші маған айтшы, сенің арманың не деді? Мен, сіз маған осы салада не істеу керектігін айтыңызшы. Егер маған ұнаса істеймін, ұнамаса істемеймін дедім. Ол, кешір, мен саған бүгешкесіне дейін айтпас бұрын, сенің арманың қандай екендігін сұрауыма болады ма деді. Бұл сұрақ менің шамыма тиді. Бұл жұмыстың менің арманыма не қатысы бар деп сұрадым. Әлемдегі көптеген адамдар, әсіресе азиялықтар, арман бұл жеке бастың құпиясы деп санайды. Мен үндемей отыра бердім. Ол болса менің арманым жайлы сұрап маза бермеді. Ақырында мен шыдай алмай, менің арманым мынау, арманым анау, жекеменшік аралым болса дедім. Әлі күнге дейін арал сатып алғым келеді. Мен әлі күнге аралым болса деп армандаймын. Мен көп нәрсені қалаймын. Ол менен шынымен де аралың болса деп армандайсың ба деп сұрады. Мен әрине, мен 10 жасымнан бастап аралым болса деп армандағанмын дедім. Ол кезде мен байлар мен атақтылардың өмірі жайындағы фильмді көргенде армандай бастадым. Бұл фильмді Робин Лич жасаған. Атақтылар мен байлардың өмірі жөніндегі деректі фильм. Мен сонда анам айтатынмын. Егер мен үй алсам, жуынатын бөлменің едені жылы болып тұрады деп. Робин Личтің бір фильмінде жылу еденің астында деп айтқан.
Сіздердің едендеріңіз тастай суық шығар. Меніңше сіздерде шаш кептіргіш те жоқ шығар. Түсінесіздер ме? Олардың жуынатын бөлмесінің едені жылытылған. Мен өте толқып тұрдым. Сонда менен сол қыз, жақсы, сен осыны бір жерге жазып қойдың ба деп сұрады. Мен жоқ деп жауап бердім. Онда сен мұны шынымен де қаламайсың деді. Жоқ, мен мұны шынымен қалаймын. Мен бұл жөнінде күнде армандаймын дедім. Ол жоқ, сен мұны қаламайсың, бұған жету үшін ешқандай да әрекет жасамағансың. Тіпті қағазға жазуға да ерінесің деді. Сенің арман жазатын дәптеріңде, кітапшаң да жоқ. Ал бұл сенің асыл арманың емес пе деді. Арман асыл қазына. Сен осыны жазбағансың. Содан кейін ертеңіне мен барлық арманымды әр қайсынан бөлек-бөлек жазып қойдым. Мен жетем деп ұмтылған армандарымды жазып жатқанда жүзімде қуаныш нұры сезілетін. Түсінесіздер ме? Ал менің қуанғанда күлкім өзгеше. Мен қағазға түсірген армандарымды оқыған сайын, Құдайым-ау, мен қандай ақымақ едім. Осының бәрін мен армандадым ба деп таңғаламын. Өйткені арманыңыз сізбен бірге өседі. Жетістіктерге жеткен сайын сіздің арманыңыз да күрделене түсіп өзгереді. Мен өзімнің армандаған машинамды да, үйімді де сатып алдым. Сатып алған сағаттарымның санынан шатастым. Арманымның шегі жеткен жерге шейін барлық қалаған үйімді де, машинаны да, сағатты да сатып алдым. Маған ручкалар ұнамайды. Өйткені олар маған қызық емес. Қарап отырсам мен сатып алам деген материалдық дүниелер таусылыпты. Енді маған саяхатқа шықсам деген ой келді. Маған өзге елдерге саяхат жасаған ұнайды. Сондықтан қазір мен жылдың 10 айында әлемнің түкпір-түкпіріне саяхаттаймын. Енді менің армандарым келесі сатыға өтіп жатыр. Мен енді алдағы 5 жылда кім болғым келеді? Түсінесіздер ме? Қазір сіздер осы аудиторияда отырсыздар. Сіздер менің арманым не деп іштей ойланыңыздар. Сіздер әрдайым неге қол жеткізгілеріңіз келеді? Ол үшін сіздер өздеріңіздің қараңғы бөлмелеріңізге барудың қажеті жоқ. Дәл қазір осы жерде отырып ақ ойлансаңыздар болады. Сіздер жас кезіңізде нені қаладыңыздар? Қазір нені қалайсыз? Осы жөнде бір сәт ойланыңыз. Шынымен қалап, бірақ қол жеткізе алмаған арманыңызды есіңізге түсіре аласыз ба? Бірақ мұны сен қазір алуыңа мүмкіндігің бар. Сіз қазір оны сатып алуды есіңізден шығарғансыз. Дұрыс айттым ба? Мен сіздерге қазір осы жерден шыққан соң, немесе ертең ұйқыдан оянған соң, бала кезіңізде армандаған заттарыңызды сатып алуға кеңес беремін. Нөмір бірінші бизнесті құрудың негізі бұл өмірде сіз қол жеткізуге тиіс нәрсе әлі де көп. Сіздің өмір сүріп жатқандығыңызды сездіретін нәрсе әлі де бар. Білсеңіздер, кейбір адамдар өздерінің ештеңе сезбейтін таныстарын ертіп келеді. Алайда мұндай адамдар тірі өлік секілді. Сіздердің роботтардан айырмашылықтарыңыз армандай алатыныңызда. Бұл робот пен сіздердің жалғыз ғана айырмашылықтарыңыз. Компьютердің миы сіздің миыңызға қарағанда тезірек жұмыс істейді. Техника мен адамның жалғыз ғана айырмашылығы осы. Бұл армандау қабілетінің күштілігі. Барлығыңыз немесе кейбіреулерінің осы бейне бағдарламаны көріп отырып, 5-6 жыл жұмыс істегеннен кейін өз бизнесіңіз тұрғызу жолын ұмытқаныңызды сезінесіз. Сіздер мені жоғалттыңыздар. Көбіңіз бизнес жоспарыңызды дайындау, Вей компаниясының тренингтер мен бағдарламасын оқытумен әуестеніп кеттіңіздер. Сөйтіп өзіңізді жоғалтып алдыңыздар. Дұрыс па? Сіздер не керек екендігін ұмыттыңыз. Мен Куна мен Сати деген екі бауырларыммен өстім. Осы бизнесті бастағанда Сатимен тығыз жұмыс істедім. Біз отырып өз арманымызды айтатынбыз. 8 жыл бұрын олар шала арман болатын. Өздеріңіз білесіздер ғой. 5 бала кафеде отырып, сенде қандай арман бар десе, менде мынандай арман бар дейтінбіз. 8 жыл бұрын бұл өз-өзіне сенімді кемелденген адамның сөзі емес еді. Мұндай сөзімізге естіген жұрт күлетін. Түсінесіздер ме? Ал қазір арманымды күн сайын айтамын. Маған бұл шабыт береді. Егерде сізде бұл жоқ немесе әзірше жоқ болса, түсінесіздер ме? Бұл нөмірі бірінші бизнесті құрудың негізі арман немесе қол жетпейтін себеп деп аталады. Маған қол жетпейтін себеп деген атау көбірек ұнайтын. Виджей мырза маған сен мұны қол жетпейтін себеп немесе қол жетпейтін арман деп атауыңа болады деді. Яғни бұл сізді алға ұмтылуға жетелейтін күш. Өйткені біздің бизнесте жетістікке итермелейтін сыртқы басқа күштер жоқ. Мұнда сіздің бастығыңыз жоқ. Сізге өзіңізден жоғары тұрған лидеріңіз ғана қолдау көрсетеді. Ол сізге жоспарыңызды көрсетті, бұйрық бере алмайды және басқа да жұмыстарыңызға араласпайды. Яғни бұл басқа жұмыстар сияқты емес. Дұрыс па? Басқа жұмыстармен салыстырғанда адамдар мұны ыңғайсыз жағдайдағы жұмыс екен деп айтады. Кәдімгі бизнесті бастап, мәселен, кафе, мейрамхана ашатын болсаңыз, сізге
100-200 мың доллар қаржы керек. Мен жақсы мейрамхана туралы айтып отырмын, ал кейбір жерлерде бұл $1 миллион дейін барады. Сіз мейрамхана ашсаңыз, сізде ақша болмағаны. Ақшаңыз болса, сізге мейрамхана ашудың қажеті болмас еді. Ол үшін сіз банктен несие аласыз. Несие алды деген сөз, сіз оны ай сайын, күн сайын қайтарып тұруыңыз керек. Жарайды делік, сіз банктен несие алдыңызда мейрамхана аштыңыз. Сіз $200 мың несие алдыңызда мейрамхана аштыңыз. Мейрамханаңыз қай уақытта ашылады? Ол тәулігіне 24 сағат жұмыс істейді. Немесе кейбір елдерде таңғы 6-да ашасыз. Сіз күні бойы жұмыс істейсіз бе? Я, қалай болғанда да сіз банкпен несие айырысуыңыз қажет. Мәселен, түнгі сағат 12 болды. Сіз енді есікті жабайын деп жатырсыз. Сол кезде сіз өзіңізден мейрамханаңызға келе жатқан 50 адамды көресіз. Сіз сонда не істейсіз? Есікті қайтадан ашасыз. Олар, сіз есікті жауып жатырсыз ба деп сұраса, сіз, жоқ, мен жай есіктің қалай жұмыс істейтіндігін тексеріп жатыр едім деп жауап бересіз. Келіңіздер, кіріңіздер. Біз сіздерге тамақ әзірлейміз, барлық жағдайды жасаймыз. Бұлай істеуге мәжбүрлеп тұрған не? Бізді мәжбүрлеп тұрған банктегі несиеміз. Егер банктегі несиемізді қайтара алмасақ, біз банкротқа ұшыраймыз. Сіздің енеңізде сізге өкпелеуге бір себеп табылады. Немене, бұл жерде отырғандардың енелері жоқ па? Менің айтқанымды түсініп отырған болсаңыз, біз мұны кері әсері бар мәжбүрлі себеп деп атаймыз. Енді өз бизнесімізге оралайық. Квестнет бизнесінде тауар сатып алу үшін күніне қанша төлейсіз? 500, 600, 800 доллар. Сізге банктен несие алудың қажеті жоқ. Сіздер төлейсіздер де мұны ұмытып кетесіздер. Сізге алға ұмтылуға, бизнесіңізді дамытуға не түрткі болып отыр? Мұнда сізге кері әсер ететін ештеңе жоқ. Банктен несие алмайсыз, бастығыңыз жоқ, 9-дан 6-ға дейін жұмыс істеуді міндеттейтін келісім шарт жоқ. Сізді алға жетелейтін бір-ақ нәрсе бар. Ол сіздің арманыңыз. Армансыз сіздің бизнестестеріңіз қиынға соғады. Шындығына келгенде сіздің армандарыңыз бизнестегі жетістіктеріңізге қарай өзгеріп отырады. Алғашқы кезде армандарыңыз орындалмайтындай болып көрінген. Армандарыңыз орындалады. Алғашқы кезде армандарыңыз кішігірім болып, кейіннен үлкен көлемдегі армандар болып, орындалмайтындай болып көрінген армандарыңыз да орындалады. Армандарыңыз қаншалықты қажет болса, сонша армандаңыз. Бизнесті құрудың нөмірі бірінші негізі арман. Арманыңыз жоқ болса, бұл бизнеспен айналысудың мәні жоқ. Арман жоқ болса, қол жетпес себеп те болмайды. Осы бейнефильмді көрген соң, отырып, қағаз алып, өмірде қол жеткізсем деген армандарыңызды жазыңыздар. Егер сіз қызғылт түсті сары жолақты реактивті ұшақты қаласаңыз, оны да жазыңыз. Қол жеткізгіңіз келген арманыңызға сеніңіз. Шакираға үйленгіңіз келе ме? Неге болмасын? Егер ол бір адамның қолынан келген болса, онда ол сіздің де қолыңыздан келеді. Мен нөмірі бірінші бизнесті құрудың негізін мынандай сөздермен қорытындылағым келеді. Бұл жөнінде желілік маркетингті құрушы бір адам былай деген: егер арманыңыз үлкен болса, онда ешбір шындықтың мәні жоқ. Егер арманыңыз үлкен болса, онда ешбір шындықтың мәні жоқ. Егер арманыңыз үлкен болса, онда ешбір шындықтың мәні жоқ. Сіз осы тұжырымды түсінуіңіз керек. Бұл өте күшті тұжырымдама. Бұл арманыңыз жеткілікті дәрежеде үлкен болса, оған ешбір сылтау әсер ете алмайтындығын білдіреді. 20 рет кедергі кездессе, бұл себеп пе? 20 кедергі сылтау. Сіз шаршадыңыз, бұл да сылтау. Сіздің уақытыңыз жоқ, бұл да сылтау. Сізден төмен тұрған лидерлер жалқау, бұл да сылтау. Нарықта тауарлар тым көп, бұл да сылтау. Мұндай болмайды, ол өтірік. Сол себепті бұл тұжырымның мәні мынада: егер арманыңыз үлкен болса, онда ешбір шындықтың мәні жоқ. Сізге 35 кедергі кездессе де, сіз күлімдейсіз. Сонымен қатар алға қойған жоспарыңыз көп, өйткені сіздің арманыңыз өте үлкен. Сол себепті нөмірі бірінші бизнестің негізі мен сіздердің назарыңыздағы тағы да осыған аударғым келеді. Ол әбес болса да, ұят болса да айтайын. Сізге бірінші істейтін нәрсе өзіңізден жоғары тұрған лидеріңіз бен төменде тұрған лидеріңіздің басын қосып, нөмірі бірінші бизнестің керемет негізі арман екендігін айтуыңыз керек. Келістік қой.